Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы қамыр дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оп-оңай 5 минутта дайын болады. Осындай дәмді, әрі жұмсақ, қытырлақ болып шығатын самса немесе тәттілерді дайындауға болады. Ол үшін бізге алдымен мұздай морозильниктен шыққан су қажет болады. Одан кейін тұзымызды салып, және де уксусты, яблочный уксус қолданатын боламыз. Бұл самсамыздың, қамырымыздың қытырлауына себепші болады. Және де холодильниктен шыққан міндетті түрде суық жұмыртқа қажет болады. Оны да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып дайындап аламыз. Ал енді қажетті ұнымызды илейтін жерімізге төгіп, немесе ыдысымызға төгіп, және де холодильниктен шыққан осындай мұздай маргаринімізді немесе майымызды теркіден өткізетін боламыз. Бұл жерде тез қимылдауымыз қажет, себебі майларымыз тез еріп, бірігіп кетпеуі қажет. Араларын осылай араластырып отырып илейтін боламыз. Осылай барлығын майымның барлығын теркілеп алғаннан кейін ортасына жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды құйып, тестамызды дайындаймыз. Және де бұл жерде кішкенеден осылай құйып отырамыз да, бетін тек осылай жауып отырамыз видеодағыдай етіп. Ешқандай қамырды илемейміз, тек бетін жауып осылай қамырымызды біріктіретін боламыз. Айтпақшы достар, қолданатын майымыз міндетті түрде 72%-дан жоғары болуы қажет. Ал достар, оған дейін рецебім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті жаңа рецептермен бөлісетін боламын, жіберіп алмаңыздар. Көріп отқаныңыздай, мен видеода қамырды илеп жатқан жоқпын, үстінен басып, жан-жағынан осылай қамырды үстіне жинап жатырмын. Дәл осылай төртбұрыштілеп жинасаңыздар болады. Мен секілді етіп жан-жағын біріктіреміз. Және де кемінде бір күнде тоңазытқышта сақтауымыз қажет, салафанға немесе пищевая пленкамен жауып. Содан кейін кез келген күні алып қолдана беруіңізге болады. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Сіздерге де кеңес етемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады, ешқандай қиындықсыз. Және де қамыры маған өте қатты ұнады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.